Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Абай облысы білім басқармасының Айғыз ауданының білім бөлімінің Дулат Бабатай ауылына жалпы орта білім беретін мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директоры Шумаков Бейбіт Ыргибайұлы. Бүгін сіздерге жарты жылдың ішінде мектеппен атқарылған жұмыстар жайында айтатын боламын. Жарты жылдың ішінде мектебіміз үшін жауапты да нәтижелі кезең болды. Білім сапасын арттыру, оқушылардың қауіпсіз әрі қолайлы орта білім алуын қамтамасыз ету, мұғалімдердің кәсіби дамуын қолдау бағытында жүйелі жұмыстар атқарылды. Атқарылған жұмыстардың негізгі нәтижелері мен жетістіктермен қатар алдағы міндеттерге тоқталатын боламыз. Мектеп екі ауысымда оқиды. Жалпы мектепте 486 бала дәріс алуда. Шағын орталықта 20 тәрбиеленуші, дайындық топтағы оқушылар саны 50. Бірінші 4 сыныптардағы оқушылар саны 188, 5-ші 9 сыныптардағы оқушылар саны 209, 10 мен 11 сыныптардағы оқушылар саны 39 бала. Биылғы оқу жылында негізгі орта мектеп қызыл аттестатқа 8 оқушы, орта білім туралы үздік аттестатқа 2 оқушы үміткер болып табылады. 2025-2026 оқу жылының бірінші және екінші тоқсан қорытындысы топтата кетсек, бірінші тоқсан оқу озаты 79, оқу екпіні 133, білім сапасы 32% құрады. Үлгерімі 99,5. Екінші тоқсанда білім сапасы 59% құрады, яғни екінші тоқсанда 7% білім сапасының өсуі көрініп тұр. Мектеп мұғалімдері жайында ақпарат айтсам, мектепте жалпы 59 мұғалім, педагог 16, педагог модератор 17, педагог сарапшы 10, педагог зерттеуші 15, педагог шебер 1 әріптестеріміз бар. Жалпы оқушыларымыз бен мұғалімдеріміз біліммен қатар конкурстарға да белсене қатысуда. Қазан айының 20 күні өткен шығармашылық оқушылар арасында республикалық Ақберен өнер байқауының облыс кезеңіне қатысып, бірінші орын алған Мұсаева Іңкар, жетекші қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Солтаева Ания Орынғазықызы. 30 қарашада өткен Ильяс Жансүгіровтің шығармашылығын кеңінен насихаттау мақсатында Сұңқар республикалық білім орталығының ұйымдастыруымен қараша айындағы Ильяс оқулар конкурсында 7-ші сынып оқушылары бірінші орын Еркінбек Резултан Естаева, Нұғыспанова Айзере, жетекші қазақ тілі пәні мұғалімі Умраева Мақпал Қанбековна. Қыркүйек айында өткен Мұхтар Әуезов оқулықтар облыс байқауының аудандық кезеңде бірінші орын Хамит Шұғыла оқушымыз иеленді. Жетекшісі қазақ тілі әдебиет пәні мұғалімі Солтаева Ания Орынғазықызы. Екінші 7-ші сынып оқушылары арасында өткен аудандық байқауына қатысып бірінші орын иеленіп, облыста екінші орын иеленген екінші сынып оқушымыз Еркін Айару, жетекшісі Ережепова Жанаргүл Құдайбергенова. Сайыс бойынша аудандық бірінші орын, облыстық екінші орын 4-ші сынып оқушысы Дулатқызы Айсұлтан, жетекшісі Аужанова Раушан Рысбекқызы. 3 қараша күні өткен республика зерде конкурсының аудандық кезеңінен орын алған оқушылар ағылшын тілінен Бауыржанова Сабина, 3-ші орын жетекшісі Кенжинария Маққана, физика пәнінен 9-ші сынып оқушысы Берқан Аружан, 3-ші орын жетекшісі Меруерт Миржановна, 6-ші сынып оқушысы Бақытқан Амина, 3-ші орын жетекшісі Рақжанова Сәуле Кәкепсейітқызы, 7-ші сынып оқушысы Айтқали Ақбота, 3-ші орын жетекшісі Тоқтиева Динара Исупбековна. Мектептің қауіпсіздігіне назар аударсақ, мектепте 39 бейнебақылау жұмыс істеп тұр, оның 30-ы ішкі, 9-ы сыртқы. Біздің мектеп Айсұғыр жауапкершілігі шектеулі серіктестікпен күзетке келісімшартта отыр. Мектеп арнайы дабыл қаққышпен және турникетпен жабдықталған. Бейнебақылау камераға қосымша 10 данасына сұраныс берілді. Кәмелетке толмағандар арасында экстремизм мен терроризм алдану жөніндегі 25-26 жылдарға арналған жол картасы орындау үшін Абай облысының дін мәселелерін зерттеу орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесі теологы маман Жанатаев Мұрат Жақсылұлы қатысуымен Айғыз қаласы бойынша ақпараттық түсіндіру және консультативтік көмек көрсету білім маманы Базарбекова Ақерке Исламова мен 7-11 сынып оқушыларымен кездесу жүргізілді. Суық қару серігін емес тақырыбында жиналыс өтті. Оған 7-11 сынып оқушылары тартылып, 130 қатысты. Жиналысқа Айғыз ішкі істер бөлімінің аға инспекторы полиция лейтенант Хасенов Тұрлан Шаратұлы, Айғыз ішкі істер бөлімінің аға ЮПИ полиция капитаны Қажиғали Ерзат Ерғалиұлы қатысып түсіндірме толығымен жұмыстар жүргізді. Мектептің еңбек нұсқаушысы Абзуллина Айдана Қайратқызымен 8-11 сыныптың 120 оқушыға және мектеп қызметкерлеріне өрт қауіпсіздігінің барлық жалпы ережелері туралы қазіргі кезде орын алып жатқан келеңсіз оқиғаларға байланысты мысалдар келтіріп түсіндірме жұмыстар жүргізілді. Жаднама таратылып, 1-4 сынып оқушылармен өрттің алдын алу мақсатында сурет байқауы ұйымдастырылды. Қосымша үй, пеш, газ, баллондар, өрт, электр желісі туралы қауіпсіздік ережелерімен таныстырды. Осы жаңа оқу жылында кәсіпорындарда 5 педагог штатын берілген болатын. Осы бойынша 9-шы сынып пен қазан айында оқушыларына мамандық алу жолдары тақырыбында түсіндірме жұмыстар жүргізді. Айғыз қаласының политехник колледжінің ғимаратына экскурсия ұйымдастырып, колледждің оқу өндірісі жұмыс жөніндегі орынбасары Дәурен Саматұлы мен колледждің тыныс тіршілігімен толық таныстырылды.
кәсіптік бағдар беру мақсатында 11 сыныптарға арналған Әлихан Бөкейхан университет өкілдерімен кездесу өтті. Оқушылармен еркін форматта пікірлесіп, университеттің білім беру бағдарламалар, мамандық бағыттары, оқуға түсу шарттары мен артықшылары туралы кең көлемде ақпарат ұсынды. Оқу ағарту министрінің тапсырмасы бойынша мектептің жоғары сынып оқушылары еңбек электрондық еңбек биржасы мен жұмыс бойынша онлайн оқыту курстары негізінде 16 жасқа толған оқушыларға мансап орталығынан қызметкерлер келіп, тіркеу жұмыстары жүргізіліп, бағдарламамен дұрыс пайдалану жолға салынды. Азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы іске асырылуда. Құндылықтарды қалыптастыруға жүйелі және кешенді жұмыс оқу тәрбие процесіне күн сайын және апта сайын іске асырылып жүр. Қамқор жоба аясында мектептің өз басқару ұйымымен бірлесіп, оқушылар мектеп жанындағы қарт адамдарға көмек көрсетіп жалғастырып жатыр. Қошқор ой алаңы жобасы негізінде оқушылар өз ойларын еркін жеткізіп, дәлелді пікір айтып, спикерлік қабілеттер көрсету мақсатында 7-8 сынып оқушылары арасында пікірталас, яғни дебат сайыстары әртүрлі тақырыпта үнемі ұйымдастырып келе жатыр. Еңбекке адал жас өрен жобасы аясында 7-8 сыныптар арасында мамандық туралы кім көбірек біледі тақырыбында байқау өтті. Балалар кітапханасы жобасы аясында мектеп оқушыларын күзгі демалысты тиімді өткізуге демалысты кітап оқимыз тақырыбында іс-шаралар жоспарлы қойылды. Қазан айында мектептің ауыз су құбыры ескі жүйеден жаңа су құбырына қосылып, оған 1.275.000 қаражат бөлініп, ол қаражат толығымен игерілді. Және де мектеп жылыту маусымының дайындық жұмыстарына электр қазандық ағымдағы жөндеу жұмыстары 890.000 қаражат жұмсалынып, толығымен игерілді. Абай Құнанбаевтың туғанына 180 жыл толуына орай 1-4 сынып арасында ұйымдастырылған Абайдың қара сөздері тақырыбында мектебіміздің ата-анамыз Талғат Тоқтарбек ұлынан балаларға марапаттауға демеушілік көрсетуде. Жалпы ата-аналар демеуші біздің көмектесіп жатыр. Осы сәтті пайдаланып, ата-аналарымызға алғысымды білдіремін. Конкурстарда жүлделі орындарға ие болған оқушыларымызға мектептінде мұғалімдері өз тараптарынан демеушілік көрсетеді. Мектебімізге құрал-жабдықтарға демеушілік жасаған Айгиз ауданы білім бөлімінің алғыс айтамыз. Мысал келтірсек, мектептің қазақ тілі пән кабинетінде толығымен жиһаз, парта жабдықтауға берілген қаражат игерілді. Біздің мектептің түлектеріміз, яғни айта кетсек, 30, 40, 50 жыл түлектеріміз үнемі мектептерге келіп отырады. Осы өз тараптарынан да оларда демеушілік, спорттық құралдар, қазақ киімдерге бізге мектепке сыйға тартып, алғашқы қоңырау, соңғы қоңырауларға демеушілік көрсеткендерін білдіріп отырады. Осылайша негізгі мәселелер бойынша ақпарат сіздерге бергім келді. Алдағы уақытта бірлескен жұмыс жасалып, жалғасын табады деп сенемін. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.